Оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Адамның бауыры қалай ауыратыны, ерлер мен әйелдердегі ауырсыну белгілерінің ерекшелігі және дәрігерге қашан көріну керектігі туралы осы видеода толығырақ айтатын боламыз. Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар, көмірсулер мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен уларды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауыр ауруы тұқым қуалауы генетикалық болуы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік және басқа факторлар себеп болуы да мүмкін. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсақ, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылығы жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну синдромының ағымына әсер етпейді. Дегенмен, бауыр аурулары ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшеліктермен жүруі мүмкін. Сондай-ақ әйелдерде тек өздеріне тән бірқатар бауыр ауруы бар. Ең алдымен бұл жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары дейді терапевт дәрігерлер. Жалпы бауыр неге ауырады? Сарапшының айтуынша, бауыр ешқашанда ауырмайды. Бауырда жүйке талшықтары жоқ, сондықтан ол ауырмайды. Тек бір жағдайда ғана бауыр мөлшері ұлғайған кезде ауырсыну пайда болуы мүмкін. Олай болса, бұл бауыр ауруларының белгілері қандай? Соған тоқталайық. Ең бірінші кезекте әлсіздік, бастың ауруы, сонымен қатар құсу белгілері болуы мүмкін. Анатомиялық тұрғыдан бауыр ауыртпасы капсуламен қоршалған. Қабынуына байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ол капсула ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары болады. Яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну басталады. Бұл оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен, ауырлықпен сезіледі. Бауырдың ұлғаятыны соншалық біз оны қолымызбен сезе алмаймыз, дейді дәрігерлер. Көбінесе оң жақ қабырға астында ауырсыну басқа органдармен, мысалы тоқ ішектің көтерілу бөлігімен, өт қабымен байланысты болуы да мүмкін. Кейде асқазанның оң екі елі ішектің ойық жарасына байланысты осы аймақта да ауырсыну туындауы мүмкін. Сондықтан, егерде сол бауырың тұсы ауыратын болса, бірден дәрігерден кеңес алғаныңыз жөн болады. Бауыр метаболикалық себептерге байланысты бауыр аурулары кезінде бұрын бұл майлы гипотез деп аталған органдағы қан тамырларының бұзылуымен, инфекциялық зақымдаулармен, аутоиммундық бұзылулармен, эндокриндік бұзылулармен, жарақаттармен және басқа ауруларға байланысты ұлғаюы мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда жазылғандай, бауырдың өзі ауырмайды, орган орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдану кезінде туындайтын белгілерге тоқталып кетейік. Бірінші кезде қолайсыздық. Бауырдың ұлғайы оң жақ қабырғасындағы жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл органның көптеген ауруына тән емес және көбінесе оттегі тас түзілу ауруынан туындайды. Ауырсыну ең бірінші бауыр аурулары кезінде адам қабырға астындағы аурулықты сезінуі мүмкін. Бұл белгілер бауыр капсуласының созылуымен, ішек пен өт қабының ауруларымен, газ түзілуінің артуымен байланысты болуы да мүмкін. Келесі кезекте сарғаю. Егер бауыр аурудың зақымдалуына қатысты күдік болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл орган аурулардың жиі кездесетін белгілерінің бірі терінің, көздің және шырышты қабықтардың сарғаюы. Ауыздағы ащы дәм. Сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызуы көтерілуі, ауызда ащы дәм пайда болуы мүмкін. Адам қатты әлсіздік сезінуі мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігер қабылдауына жазылу керек. Бауырға ауырған кездегі дәрігер кеңесін міндетті түрде мұқият тыңдаңыз. Егер бауырыңыз ауырады деп ойласаңыз, дәрігерге бару керек. Симптомның елемеу және дұрыс емделмеу ауыр зардаптарға тіпті өлімге әкелуі де мүмкін. Биохимиялық қан таулауларын тапсыру керек. Ең алдымен бұл АСТ, АЛТ, сілті, қышқыл гамма, глютамилопретоза және бұл аурудың қабыну дәрежесінің көрсеткіштері болып саналады. Егер сілті фосфазасының 2-3 нормадан жоғарыланған анықталса, АСТ, АЛТ жоғары болса, дереу дәрігерге бару керек деп кеңес береді. Маманның пікірінше, бауырдың зақымдану белгілері пайда болған кезде органға жүктемені азайту керек. Алкогольді, темекі шегу, кейбір дәрі-дәрмектен бас тарту керек. Дегенмен маманның кеңеспей дәрі-дәрмектен өз бетінше бас тартуға болмайды. Бұл денсаулыққа пайдадан гөрі зиян келтіруі мүмкін.
Бірінші кезекте бауыр проблемаларының қандай белгілерін ескеру керек. Егер қатты әлсіздік, температура болуы, терінің сарғаюы, бұрын болмаған қан кетулер болса, теріде көгерген жерлер пайда бола бастаса, бұл белгілерді ескертусіз қалдыруға болмайды. Егер туыстарыңыз сізді мүлдем басқа адам секілді болып жүрсін десе, бұл бауыр ауруының белгілері болып табылады. Мұндайда бауырдың нашар жұмыс істеуіне байланысты ми зардап шегеді. Мұны сіз байқамайсыз, бірақ туыстарыңыз байқауы мүмкін. Терінің қышуы сияқты маңызды симптомы да бар. Егер терінің қандай да бір түсініксіз қышуы болса, және бұл аллергиямен байланысты болмаса, немесе нақты себебін білмесеңіз, онда міндетті түрде дәрігер кеңесіне жазылғаныңыз абзал. Бұл бастапқы белгілері болуы мүмкін. Бауырды тексеру ең алдымен кімдерге қажет? Біріншіден, скрининг аясында бауырды 30 жастан кейін тексеру ұсынылады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Сонымен қатар, мына топтағы адамдардың міндетті түрде бауырды тексеруі керек. Артық салмағы бар, аз қимылдайтын, өмір салтын ұстанатын, қандағы қанттың деңгейі жоғары, қант диабетіне шалдыққан, созылмалы вирусты гепатит ауруы бар, алкогольді, ішімдікті шамадан тыс қолданатын адамдар міндетті түрде осы дәрігердің жазылуында болуы тиіс. Сол себепті өзіміздің денсаулығымызға бей-жай қарамауға шақырамын. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінізден емделу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық арнасы. Денсаулығымызды ойлап жүрейік.